Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын магазиндегі лапша, яғни кеспелерден осындай керемет тамақ жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, егер де видеом ұнаған болса, сіздерге пайдалы болса, маған лайк басып және комментария жазып, және алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Енді осындай дәмді тамағымыздың рецептісімен бөлісейін. Бізге керекті пияз, картоп, ет және осындай магазин лапшасы қажет болады. Енді алдымен осы етімізді, пиязымыздың барлығын жақсылап турап алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Етімді дәл осылай турап алдым. Енді пиязым мен картопымды турап, барлығын турап дайындап алдым. Дәл видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Енді алдымен қызып тұрған табадағы майымызға етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етімізді қаншалықты қызартып қуыратын болсақ, етіміз тамақта соншалықты дәмді болып, әрі жұмсақ болып пісетін болады. Дәл осылай етімізді қызартып қуырып алғаннан соң, оның үстінен пиязымызды салып, оны да екеуін бірге араластырып қуыратын боламыз. Бәрін жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Және сол аралықта біз етіміз бен пиязымызға, яғни осы подливамызға тұзымызды салып алатын боламыз. Және қара бұршымызды саламыз. Тұзымызды, қара бұршымызды және зіре дәмдеуішін салатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер салсаңыздар, салмасаңыздар да болады. Мен осылай жасағанды жақсы көремін. Міне зіремді салып алдым. Енді барлығын бір араластырып алып, жаңағы тураған картопымызды енді осы подливаның үстінен салатын боламыз. Томатымызды салып аламыз. Арасында осындай бір ас қасық томатымызды салып, бұл біздің подливамыздың цветінің күшті болып шығуына, әрі подливамыз одан сайын дәмдету үшін қосылатын қоспа, яғни томатымызды қостық. Енді осы картопымызды, туралған картоптарымызды салып, оны да жақсылап қозғап алатын боламыз. Менің мына табама көптеу болып кеткеннен соң, мен бұлымды қазанға қайта салып алатын болады деп шештім. Барлығын қазаныма салып, жақсылап қуырамын. Қазір табада қуырып аламын. Оған дейін мен баклажан және болгарский, осындай петрушка және осындай укроптарымызды осылай турап аламыз. Барлығын осылай турап алып, енді табамыздың үстіне тағы да подливкаға қосып салатын боламыз. Себебі бұларды ерте салып қуыратын болсақ, бұларымыз езіліп, біздің подливамызда жақсы көрінбейді. Оның үстіне дәмнің барлығы шығып кететін болады. Сондықтан да барлығын салып болғаннан кейін араластырамыз. Менің табам кішірек болып толып кеткесін, осылай қазанға салып жақсылап қуырып, енді оның үстінен бір кесе суымды құйып, барлығын жақсылап бір араластырып алып, бетін жауып қайнатуға қойып қоятын боламын. Міне менің подливам қайнап шықты. Енді осы қайнап тұрған подливамыздың үстіне жаңағы магазинден алған лапшамызды, яғни кеспелерімізді осылайша қазанымыздың бетіне салып аламыз. Енді жаймен қайнатып 5-10 минут қайнағаннан соң, оның үстінен осылай жаңағы туралған укроптарымызды салып алатын боламыз. Барлығын салып алғаннан соң тағы да бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа бұқтырып, жай отқа қойып қоятын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай менің тамағым дайын. Түскі асқа және кешкі асқа жасасаңыздар өте тойымды, керемет түскі және кешкі ас. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Әрі тез, әрі оңай дайындалады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып және комментария қалдырып, алдағы уақытта менен қандай рецептер күтетіндеріңізді жазсаңыздар болады. Және менің каналыма подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл ас болсын.